Сәлеметсіңдер ме, балалар? Екінші сынып математика. Бірінші бөлім. 16-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттап ауызша қосу және азайту. Олай болса, бірінші мысалға назар аударайық. Қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір. Қорытынды жаса. 26 мен 7 санының мәні нешеге тең екенін табу үшін, яғни бірінші 2 таңбалы 26 2 таңбалы сан, ал 7 1 таңбалы сан. Біз яғни 2 таңбалы санның бірлігін, яғни 26-ның ондығы 2, бірлігі 6. Сол бірлігін ондыққа толтырып аламыз. Яғни 7, мына жақтағы 7 санының құрамын еске түсіреміз. Ол үшін 6-ға 26 санының бірлігі 6, 6-ға нешені қосқанда 10 болады. Әрине 4-ті қосқанда. Яғни 4. Енді 4-ке нешені қосқанда 7 болады. Әрине 3-ті. Сонда қараңдар, балалар. 6-ға 4-ті қостық 10, мына жақта 20, 20-ға 10-ды қосақ 30, мына жақта 3-ті қоса саламыз, 33 болады. Келесі, біз 33 пен 7 санының айырмасының мәнін табу үшін, бұл жерде керісінше енді, балалар. Біз 2 таңбалы сан 33, дұрыс па? Біз бұл санды ондықтарын бір онға кемітіп жазамыз. Яғни қосындысы, разрядтық қосындысына еске түсірейік. Бірінші толық 20, одан кейін 13. Яғни 2 33 болады ғой. Енді біз 20-ны жақшаның сыртына шығарып қоямыз. Бірліктер, мысалы 13 пен толық емес бірліктерді азайтамыз. 13 пен 7-ні азайтып, одан шыққан сан 6, 20-ға 6-ны қосатын боламыз. Сол кезде 26 шығатын болады. Екінші мысал. Қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір. Қорытынды жаса. Балалар, бұл жерде 2 таңбалы саннан 2 таңбалы санды қосу. Бұл жерде 27. 27-нің ондығы мен бірлігін разрядтық қосылғыштарын айырып аламыз. Яғни 20 және 7. 36 санының ондығы 30, бірлігі 6. Мұндай сандарда 2 таңбалы сандардың ондықтар мен ондықтарды қосамыз, бірліктер мен бірліктерді қосамыз. Яғни ондықтарымыз 20-ға 30-ды қосамыз, 50, 7-ге 6 қосамыз, 13. Сонда екеуінің қосындысы 63-ке тең болады. Яғни 27 мен 36 санының қосындысының мәні 63-ке тең. Келесі. 63 азайту 27 санның мәнін табу керек. Бұл жерде де 2 таңбалы сан. Енді біз алдыңғы мысалда сендерге айтқанымдай, 2 таңбалы санды азайтқан кезде разрядтарын айырып аламыз. Толық разряд бірінші айырып аламыз. 63-ні бір 10-ға кемітіп 50 дейміз, ондығы. Және мына жақта 13 қалады. Екінші 27-ні ондығымен бірлігін ажыратамыз, 20 және 7. Яғни толық ондықтар азайтамыз. 50 мен 20-ны азайтамыз. 17 мен 7-ні азайтып, екеуінен шыққан санды қосамыз. Яғни 50 мен 20-ны азайтсақ 30, 20-дан 7-ні азайтсақ 6. Сонда 13-тен 7-ні азайтамыз, балалар. 13-тен 7-ні азайтамыз. Сонда 6 тең 36. Яғни 63 пен 27 санының айырмасының мәні 36-ға
тең болады екен. Үшінші мысал, өрнектердің мәнін өзіңе тиімді тәсілмен тап. Мен сендерге осы екі мысал түсіндіру арқылы тәсілдерді үйреттім. Соның тәсілдермен шығар. Төртінші мысал, жазуды толықтыр және жауабын тап. Біз болса жазуды толықтыру үшін алдыңғы бірінші мысалдың үлгісіне назар аударамыз. Яғни екі таңбалы санға бір таңбалы санды қосқанда не істедік? Бірінші 50 мен 54-ке 9-ды қосқан кезде, яғни 54 екі таңбалы сан, 9 бір таңбалы сан. Яғни 50 қосу деп қоямыз да, 4-ті 10-ға толтырамыз. 4-ке нешені қоссақ 10 болады? 6. Яғни 9-ның астынан 2 сызық шығарып 6 дейміз біріншісіне, екіншісіне 3 дейміз. Яғни 6-ға 3-ті қос 9 болады. Екеуінен шыққан сан ондықтар мен ондықтарды қосып, бірліктер мен бірліктерді қосып, мәнін табатын боламыз. Дәл осы ретпен келесі мысалды орында. Бесінші есепті шығар. Атам мен әжемнің 15 немересі бар. Олардың 6-ы қалада, ал қалғандары ауылда тұрады. Атам мен әжемнің ауылында неше немересі бар? Яғни балалар, біз есептің сызбасына қарайық. Мына жоғарыдағы сызба, үнемі айтам, бұл барлығы деген сөз. Яғни бізге барлығы белгілі 15 немере екені. Бірінші 15 немересі бар екені белгілі, олардың қалада 6-ы тұратыны белгілі, ал ауылда тұратын бөлігі белгісіз. Яғни біз бұндай жағдайда барлығынан белгілі санды азайту арқылы есептің амалын табамыз, шығару амалын табамыз. 15 пен 6-ны азайтамыз. Тиімді амалдар таңбасы мен белгісіз сандарды табайық. Өздеріңе ыңғайлы, мұна мәні 32-ге тең болатындай, мына жерге таңба және белгісіз санды табамыз. Есептеу тәсілін түсіндіре отырып шығар. 86 мен 7 санының қосындысы нешеге тең? 56 мен 27-ның санының қосындысы қаншаға тең? Балалар, бұл есепті сендер ең бірінші және екінші мысалына шығару тәсіліне қарап отырып шығара аласың деген ойдамын. Ойлан тап. Ағам екеуміз ойыншық балықтар ауладық. Ағам 3 балықтан аулағанда, мен 2 балықтан ауладым. Егер барлығы 15 балық болса, онда әрқайсымыз неше балық ауладық? Қане, ойланайық. Ағамыз 3 балықтан аулады. Бізге барлығы белгілі, дұрыс па? Барлығы 15 болу керек. Ал мен 2 балықтан ауладым. Сонда барлығы 15 болу үшін қанша балық аулау қажетпіз? Ойланып, шешімін тап. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.